Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен осындай қазақтың ұлттық десерттерінің бірі женттің рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмі өте дәмді, керемет болып шығады. Аяғына шейін қарап шығыңыздар видеоны міндетті түрде, және де мен каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бізге керегі достар талқан, ертілген сары май, сгущенка және де қант керек болады. Талқанымызға қант салатын боламыз. Қант примерно маған татты болған ұнайды. Сол себепте мен 2 столовый ложка саламын. Араластырып жіберемін. Және де ертілген майымызды қосамыз. Міне достар, мен араластырып алдым майымды қосып. Енді біріктіру үшін мен сгущенное молоконы қосатын боламын. Примерно осылай бір тоже 2 ас қасықтай қосып, қолмен біріктіретін боламын. Сонда барлығы жақсы араласып, жақсы бірігетін болады. Міне достар, мен әбден араластырып алдым. Осылай сіздерге қолмен былай еткен кезде осылай бірігу керек. Енді жентімізді әртүрлі формада әсемдей беруге болады. Мен қазір дөңгелек қылып. Міне достар, біздің жентіміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, керемет, енді дәміне сөзім жоқ. Енді осыны бетін жауып, тоңазышқа 20-30 минутқа қойып қойсаңыздар, ол өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Егер рецепт ұнаған болса, достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.